Ассаламу алейкум. Бүгін Наполеон тортының жеңіл әдісін жасайық. Алдымен кремді дайындаймыз. Мұны істеу үшін кішкене кастрюльді алыңыз. Оған 2 жұмыртқаны жарып қою керек. Одан кейін 100 грамм қант қосамыз. Енді бәрін жақсылап араластыру үшін кәдімгі шайқауышты қолданамыз. Бұл процесте қант толығымен еріп кетуі қажет. Масса ағарған кезде және де қант толығымен еритін болса, ванильді қант қосамыз. Тағы араластырыңыз. Әрі қарай ұнды 2 сатыда қосу керек. Жартысын салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Содан кейін екінші жартысын қосамыз. Және бәрін қайтадан жақсылап шайқаймыз. Енді крахмал қосуға болады. Кез келген бола береді. Жүгері немесе картоп. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қоспаңыз толығымен біркелкі болған кезде жұқа ағынмен сүт қосу керек. Тоқтамай бір уақытта араластырамыз. Осылайша крем біркелкі болып шығады. Барлық сүтті құйып, жақсылап араластырып, одан кейін орташа отқа қойыңыз. Алысқа кетпей тұрыңыз. Ұн түбіне түсіп, күйіп қалмас үшін үнемі араластыру керек. 5 минуттан кейін крем қалыңдай бастайды. Енді сіз отты азайтып, тоқтаусыз араластыруыңыз жөн. Тағы 5 минуттан кейін крем толығымен қалыңдап, аздап ысқыра бастайды. Осы уақытта отты өшіріп, тағы бірнеше рет араластырып, 80 грамм май қосамыз. Жақсылап араластырыңыз да кремді терең ыдысқа құйыңыз. Бөлме температурасында салқындатқан дұрыс. Енді үлкен табақты аламыз. Оған ажырайтын формасын қойыңыз. Менде 4 бұрыш, ондай болмаса дөңгелек те бола береді. Қабырғаларды ацетат пленкасымен немесе әдеттегі тағамдық пленкасымен қаптап қойыңыз. Біздің торт печеньеден жасалады. Кез келген қатпарлы печенье алуға болады. Біз бірінші қабатты жайып қоямыз. Одан кейін крем жағып шығамыз. Сонымен әдеттегідей барлық қабаттарды жинаңыз. Менде 4 қабат болып шықты. Соңында үстіңгі жағын қалған креммен майлап, оны түнге тоңазытқышқа салып жібереміз. Таңертең біз формамызды алып тастаймыз. Пленканы да ақырын алып тастаймыз. Қалған печеньені алып, оларды оқтаумен ұсақтаңыз. Алынған үгінділерді торттың үстіне және бүйірлеріне себеміз. Міне осындай әдемі және дәмді торт еш қиындықсыз шықты. Крем өте нәзік, ванильді және де печеньелерді керемет сіңдіреді. Егер сізде Наполеон тортын пісіретін уақытыңыз болмаса, онда сіз осы әдіспен пісіріңіз. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.